Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін біз қоғамда өзекті болып отырған көпшілікті алаңдататын маңызды тақырыпты қозғаймыз. Бұл жеңіл ақша табу жолдары және оның артындағы ауыр салдар. Бүгінгі студия қонағымен таныстырып өтсем, Абай облысы бойынша экономиялық тергеп-тексеру департаменті тергеу басқармасының аға тергеушісі Рысбек Бейбарыс Тынысбекұлы. Студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік, саламатсыздар ма? Ең алдымен жалпы экономиялық құқық бұзушылықтардың негізгі себептері туралы айтсақ. Жалпы экономикалық қылмыстық құқық бұзушылықтардың негізгі себептерінің бірі ол заңсыз пайда табу болып табылады. Сонымен қатар кейбір мән-жайларда тұлғалардың жаңағы заң аясындағы заң талаптарының орындамауы салдарынан экономикалық қылмыстық құқық бұзушылықтарда орын алатын жайлар болады. Көлеңкелік экономика саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы айтып кетсеңіз. Қазіргі таңда департаментпен көлеңкелі экономикалық қылмыстық құқық бұзушылықтың бірқатар алдын алынды. Атап айтатын болсақ, облысымыздың аумағында заңсыз алкоголь өнімдерін өндіру фактілері анықталды, және оларды тасымалдау, сату қылмыстардың жолы кесіліп, қылмыстық іс сотқа жолданып, қазіргі уақытта сот процесі өтуде. Сонымен қатар экономикалық көлеңкелік қылмыстардың қатарындағы темекі, заңсыз темекі өнімдерін сату, тасымалдау фактілері анықталды. Қазіргі таңда жастардың арасында көп тарап кеткен вейп дейді ғой, сол электрондық темекі өнімдері, олардың да жолдары кесілді. Қылмыстық іс сотқа жолданып, соттың үкімімен вейптардың барлығы жаңағы жойылған болатын. Мұндай өнімдер көбінесе қандай жолмен таратылады? Көбінесе бұндай өнімдер жаңағы қазіргі уақытта әлеуметтік желілер арқылы, телеграм каналдары арқылы таратылады, делдалдар арқылы таратылады. Сонымен қатар белгілі бір нүктелерде сату орындары арқылы біздің халықтарға, тұтынушыларға таратылады. Интернет желісіндегі, мысалы, телеграм боттарында таратылады деп естідім. Соны жою мақсатында қандай да бір шаралар жасайсыздар ма? Әрине, біз қандай да бір көлеңкелі экономика саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды анықтаған сәттен бастап, біз олардың таралу жолдарын алдын аламыз. Жаңағы әлеуметтік желілердегі, телеграм каналдардағы, инстаграмдардағы, ватсаптағы группалардың барлықтарын анықтаймыз. Олардың жаңағы жабу үшін барлық шараларды қолданамыз. Тағы да басқа көптеген іс-әрекеттерді жүргіземіз. Ал осы Абай облысы бойынша сондай құқық бұзушылықтар тіркелді ме? Әрине, тіркелді. Қазіргі уақытта бізде бірқатар темекі өнімдерімен заңсыз айналысатын тұлғаларға қатысты қылмыстық істер тергелуде. Абай облысы аумағындағы заңсыз темекі өнімдерімен айналысатын бірқатар фактілердің барлығын анықтадық, олардың жолын кестік. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Ал ол кісілерге қандай жауапкершілік қарастырылған? Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне сәйкес экономикалық көлеңкелі қылмыстық құқық бұзушылар үшін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Жалпы бұл өнімдер заңсыз айналымы қоғамға қандай қауіп төндіріп отыр? Әрине, зиян тигізеді. Себебі алкогольдік өнімдер заңсыз жолмен жасалғандықтан кейін халықтың денсаулығына өресел қауіп төндіреді. Сонымен қатар қазіргі уақытта жастардың арасында таралып кеткен вейп өнімдері қолдануы, ол жастардың да денсаулықтарына өте қатты жаңағы зиян тигізеді. Жаңа өз сөзіңізде осы жауапкершілік сотқа дейін барып жатады деп айтып кеттіңіз. Сот шешімінен жойылған өнімдер бойынша процесс қалай жүргізіледі? Сотқа дейінгі тергеп-тексеру кезінде анықталып алынған заңсыз жаңағы алкогольдік өнімдер болсын, темекі өнімдер болсын, олардың барлығы соттың шешіміне сәйкес белгілі комиссия құру арқылы жойылады. Ал осы акцизделмеген темекі өнімдер бойынша қандай деректер тіркелді? Қазіргі уақытта облыс аумағында акцизделмеген темекі өнімдеріне қатысты бірқатар қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алдық. Және де қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Осы мемлекет тарапынан осы ауыл шаруашылығын дамытуға қомақты қаражат бөліп жатады. Осы тарапта қандай құқық бұзушылықтар тіркелді?
дұрыс айтасыз. Қазіргі уақытта мемлекет тарапынан ауыл шаруашылығын дамытуға байланысты қомақты қаражат бөлінуде. Біздің департаментпен осы мемлекет тарапынан бөлінген ақшалай қаражаттар мақсатты пайдалануын қадағалау жүргізілді. Облыс аумағында мемлекет тарапынан бөлінген ақшалай қаражатты басқа мақсатта пайдаланып, алаяқтық жолмен өзіне иемденген фактісі анықталды. Қазіргі уақытта қылмыстық іс сотқа жолданып, келтірілген 250 миллион теңге шығын мемлекет тарапынан өндірілді. Ал осы мемлекетке келтірілген залал қалай өтеледі? Мемлекетке келтірілген залал ең біріншіден, егер күдікті ретінде танылған тұлға өзінің қылмыстық іс әрекетін түсініп, қылмыстық іс әрекетін мойындаса, және де мемлекетке келтірілген шығынды өз еркімен өтеу арқылы жүргізіледі. Не болмаса, соттың үкімі арқылы тыйым салынған мүліктерге мемлекет тарапына өндірумен жүргізіледі. Ал осы мұндай жағдайлар жиі тіркеле ме Абай облысы бойынша? Абай облысы бойынша әрине, бізде көбінесе облыс аумағының тұрғындары экономика саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасағаннан кейін қылмыстық құқық бұзушылықпен түскен табыстағы ақшалай қаражаттарына мүліктер иемделіп, өздеріне мүліктер сатып алып, сол мүліктерді өз мақсаттарына пайдаланады. Аталған мүліктерді біз тергеп тексеру кезінде анықтаймыз, жаңада белгілі шара қолданамыз, ол бізде жаңағы тыйым салынамыз. Сол мүліктер соттың үкімімен тағдырлары шешіледі. Яғни мемлекет тарапына өндіріп алу фактілері орын алады, не болмаса мемлекет тарапына өндірілмей жаңағы қылмыстық құқық бұзушылық жасаған тұлғаның өзіне кері қайтарылады. Көп жағдайларда мемлекет тарапына келтірілген шығындарды күдікті ретінде танылған тұлғалардың өз еркілерімен өтеу арқылы жүргізіледі. Ал осы мемлекет тарапынан тағы да жасөспірімдердің дамуына арналған бөлінген қаражаттар бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтар анықталды ма? Әрине анықталды. Бізде департаментпен Абай облысы аумағы Аягөз ауданына қарасты ауылды мекендерде даму бала жобасы арқылы мемлекет тарапынан жасөспірімдердің дамуына бағытталған ақшалай қаражатты алдау және сенімді теріс пайдалану жолымен жаңағы жымқыру фактісі анықталды. Қазіргі уақытта қылмыстық іс сотқа жолданып, келтірілген шығын толық көлемде мемлекет тарапына қайтарылды. Осындай құқық бұзушылықтардың алдын алу үшін қандай шаралар қабылдануда? Заң және тәртіп жобасында экономикалық тергеп тексеру қызметкерлерімен жасөспірімдерден бастап зейнеткерлерге дейін қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында көптеген шаралар жүргіземіз, түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз, форумдар өткіземіз, студенттердің қатысуымен қылмыстық құқық бұзушылықтардың жолын кесу, оларды болдырмау, алдын алу мақсатында сабақтар өткіземіз. Сонымен қатар қазіргі уақытта халықтың арасында экономикалық қылмыстық құқық бұзушылықтарды болдырмау мақсатында қаржылық сауаттарын арттыру мақсатында көптеген шаралар жүргізіп жатырмыз. Тиісті сабақтарды өткіземіз. Себебі қазіргі уақытта тұтыну кооперативінің кейпін жамылған қаржы пирамидалары өте қарқынды дамуда. Біздің облысымыздың тұрғындары осы тұтыну кооперативіне кіру арқылы өздеріне тұрғын үй, баспана, не болмаса автокөлік жаңағы сатып алу үшін алаяқтарға құрбан болуда. Сондай іс-әрекеттер болашақта болмау мақсатында біз халықтардың қаржылық сауаттарын арттыру мақсатында сабақтар, іс-шараларды қазіргі уақытта жүргізудеміз. Жалпы өзіңіз қалай ойлайсыздар, жастар неге осы жеңіл ақша схемасына жиі алданып қалады? Жастар жеңіл ақша жиі алданып қалатын себептерінің бірі олардың қаржылық сауаттарының төмен болуы, тез еңбектемей тез ақшаға табу мақсатында түбінде жаңағы алаяқтық фактілеріне ұшырайды. Егер де азамат ақшасын жоғалтып алған жағдайда оны қайтару мүмкіндігі бар ма, және де азаматтар өздерін қалай қорғай алады? Әрине қайтару мүмкіндігі әрқашан бар. Ең біріншіден халыққа экономикалық тергеу қызметкерлерінің айтары қаржылық сауаттарын кеңейту,
қаржылық пирамидаға құрбан болмау, интернет алаяқтарға құрбан болмау, қандай да бір тұтыну кооперативіне, не болмаса қандай да бір жобаларға, проектілерге сіздер біріншіден ақшаларыңызды салмай тұрып, біздегі телеграм каналдағы байқа пирамида ботына аталған проектілеріңіздің атауын, не болмаса тұтыну кооперативінің атауын жазу арқылы сіздер Қазақстан аумағында аталған атау бойынша қаржылық пирамидасы тіркелген ба, тіркелмеген ба біліп анықтап алыңыздар. Содан кейін барып өздеріңіздің ақшалай қаражаттарыңызды салыңыздар. Сонымен қатар сіздер тұтыну кооперативі не болмаса да қандай да бір проектілерге ақшаларыңызды салмай тұрып, олардың тиісті жұмыстарына қатысты лицензиясы бар жоғын анықтауларыңызды сұраймыз. Қандай бағытта жұмыс жасайтындарын, салынған ақшалай қаражаттарын әрі қарай қалай жұмсалатындарын, шын мәнінде олар кәсіптік мақсатта қолданыла ма, қолданылмай ма, солардың барлығын бірінші біліп алып, ақшалай қаражаттарыңызды салыңыздар. Өйткені бізде жалпы практикамызда көптеген қылмыстық іс-әрекеттерде қаржылық пирамидалар, халықтар пирамиданың шын мәнінде қалай жүзеге асырылатын білмегендіктен кейін ақшалай қаражаттарын салып қойғаннан кейін барып бізге жаңағы арыздармен жүгінеді. Болашақта ондай қаржылық пирамидаларға құрбан болмау мақсатында біз халықты ең бірінші қаржылық сауаттарын арттыру және де тиісті лицензиялары бар жоғын, тұтыну кооперативі не болмаса қандай да бір проектілерін, жобаларын, қандай мақсатта жұмыс жасайтындарын білуді сұраймыз. Жалпы осы эфир соңында бір айтар кеңесіңіз болса тұрғындарға? Абай облысының тұрғындары, егер сіздер қандай да бір экономикалық қылмыстық құқық бұзушылықтарды байқасаңыздар, не болмаса құрбаны болып жатсаңыздар, 1458 номер арқылы бізге хабарлай аласыздар. Сонымен қатар біз Семей қаласы, Шымкент көшесі 2-ші мекенжай бойынша біздің ғимаратымыз орналасқан. 24 сағат біз жұмыс жасаймыз. Құрметті көрермен, бүгін біз жеңіл ақша ауыр салдар тақырыбын жан-жақты талқыладық. Байқағанымыздай оңай табысқа жету туралы ұсыныстардың артында көбіне үлкен қауіп жасырынып жатыр. Қаржы пирамидалары, интернеттік алаяқтық және күмәнді жобалар тек қаржылық шығынға ғана емес, заңды жауапкершілікке де әкелуі мүмкін. Ең бастысы әр ұсынысқа сын көзбен қарап тексеріп, заңды әрі адал еңбек арқылы табыс табуға ұмтылу. Есіңізде болсын, жеңіл ақша болмайды, ал оның салдары өте ауыр болуы мүмкін. Күмәнді ұсыныстардан сақ болып, өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз. Бейбарыс мырза, бүгінгі студиямызға келіп, пайдалы ақпаратпен бөліскеніңізге көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Тек сәттілік тілеймін. Құрметті көрермен, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.